Ассалаумағалейкум. Мінеки мынау Есімханның ұлы Салхам Жаңғырдың жатқан жері осы жерде жерленген. Осы жерде өзімен бірге бірнеше сарбаздары да жерленген. 1643 жылы осы екі таудың ортасында бірлескен 700 әскер, яғни 600 қазақ, 100 қырғыз жоңғардың 50.000 қолын қазақ даласына өткізбей ұстап тұрған. Сол жылы қазақтар жеңіске жеткен. Самарқандтан Жалаңтөс Баһадүр 20.000 қолмен келіп, Жәңгір бабамызға көмек беріп, қазақтар ұлы жеңіске жетіп тойлаған. Жәңгір бабамыз осы жерде жекпе-жекте қаза болып жерленген. Мінеки мынау көріп тұрғандарыңыз қазылған орлардың, яғни окоптардың іздері. Біздің батыр бабаларымыз осындай мықты военный тактика қолдану арқылы ұлы жеңіске жеткен. Осы орлардың қазір енді міне көріп отырсыздар, қаншама ғасыр өтті, орлар кішкене көмілген, дегенмен ізі бар. Осы уақытқа дейін, әлі күнге дейін осы жерден көптеген қару-жарақтар, көптеген әскерлердің, сарбаздардың сауыт саймандары, қару-жарақтары, сүйектері табылып жатыр. Әр түрлі тарих бар, дегенмен мынау ерекше тарих. Біздің бабалар осындай ерлік көрсетіп, артынан осындай із қалдырып, дәлелімен тастап кеткен. Қазіргі уақытта небір лайк жинау үшін, просмотр жинап, пайда табу үшін өтірік ютубта көптеген жалған ақпараттар таратып жүргендер аз емес. Осындай батыр бабаларымыздың ерлігін мойындамай, ешқандай дәлел жоқ деп қисынсыз әңгіме айтып жүр. Оның бәрі өтірік. Мінеки нағыз дәлел. Бұдан артық еш дәлел керек емес деп ойлаймын.